Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Ұлданай. Бүгін сіздермен қазіргі кезде хит болып жатқан банан және құлпынай десертін дайындайтын боламыз. Шоколадқа батырылған жемістердің дәмі бір-бірімен үйлесіп, сондай керемет айтып жеткізу мүмкін емес, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен жұмыс жасайтын орнымызды дайындаймыз. Бізге осындай фольга қажет болады. Егер фольга болмаған жағдайда пергамент қағазы немесе силиконды коврикке қоюға да болады. Ең бірінші бананды дайындаймыз. Сыртын алып, теңге 2 бөлікке бөлеміз. Егер сізде үлкен банан болса, 3 бөлікке бөлсеңіз болады. Кесілген банандарға эскимоға арналған таяқшаны кіргіземіз. Банандарымызды дайындап алғаннан кейін морозильникке 15 минутқа қоя тұрамыз. Біздің банандарымыз суық болуы қажет. Суық бананның сыртында шоколад тез қататын болады. Енді